Сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен чизкейктен ешқандай кем емес, өте дәмді сметаник пирогын бірге жасайтын боламыз. Менің ардымнан алыстамаңыздар. Қыздар, мен керекті заттардың барлық мөлшерін описанияға жазып қалдырдым. Ең бірінші, бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майды електен өткізілген ұнымыздың үстіне салып, қолымыздың көмегімен бізде ұсақ түйіршік болғанша жақсылап мыжғылап араластыратын боламыз. Мінеки, видеода көргендеріңіздей бізде өте ұсақ түйіршіктер пайда болды. Кейіннен үстіне қантымызды және бір шай қасық разрыхлителімізді салып, тағы бір қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Негізі қантты ең басында да салсаңыздар болады. Ортасын шұңғыл етіп ойып, бір жұмыртқамызды жарып саламыз да, жұмсақ қамыр илейміз. Описанияда көрсетілген мөлшермен жасайтын болсаңыздар, сіздерде де қамырларыңыз дәл осындай бір-біріне оңай бірігіп, жұмсақ болып шығатын болады. Мінеки, біздің қамырымыз дайын. Қамырды ешқандай тоңазытқышқа салып қажеті жоқ, тек бетін жауып бір шетке қоя тұрамыз. Оған дейін біз салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына міндетті түрде 20%-дан төмен емес қаймақты пайдаланғандарыңыз абзал. Қаймағымыздың үстіне қантымызды саламыз, сондай-ақ 3 жұмыртқамызды да саламыз. Және де жақсы дәм беру үшін аздаған ванилин немесе ванильный сахар салсаңыздар болады. Сондай-ақ бір ас қасық кукурузный крахмал қосамыз. Кукурузный крахмал болмаса қоспасаңыздар да болады, ол міндетті емес. Енді осының барлығын венчиктің көмегімен басы біріккенше жақсылап араластырамыз. Мінеки, біздің қою начинкамыз дайын. Ендігі кезекте біздің жаңағы дайындап қойған қамырымызды 24 немесе 26 диаметрлі формамызға қолымыздың көмегімен жақсылап түгелдей жайып шығамыз. Қамырымызды формамыздың түріне түгелдей жайып болған соң, шет-шетіне осылай бортиктар жасаймыз. Және шеттері әдемі көріну үшін осылай қолыңызбен немесе шанышқының көмегімен шетін артық жерлерін басып жіберсеңіздер болады. Және ең соңынан міндетті түрде шанышқымен біздің қамырымызды тесіп шығамыз. Сол кезде біздің қамырымыз көтеріліп кетпейді. Содан кейін дайын болған начинкамызды құямыз да, қызып тұрған 180 градус пешімізде пешіңіздің ыңғайына қарай 45-50 минут шамасында пісіріп аламыз. Піскен соң беті осылай көтеріледі, біраз уақыттан соң басылады. Біздің сметанигіміз дайын. Суыған соң шамамен 1-2 сағаттың ішінде кесіп, шаймен іше берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі деген өте керемет, әрі жұп-жұмсақ, ерекше. Назарларыңызға көп рахмет.